Ассалаумағалейкум, барша қазақ елі, армысыздар, ардақты азаматтар, құрметті достар, сіздермен мен Жасұлан Жакупов, жас бос, көзілдір көрсетеді Айдара. Бүгін біз не айтпақшымыз? Біз жалпы өзбен көрген нәрселердің барлығын айтуға тырысамыз. Елдің ортасында жүргеннен кейін халықтың барынша мұңын айтуға, елдің үнін жеткізуге қашанда біз өз жұмысымызды алға қойған мақсатымызға орай жандандырып келеміз, жалғастырып келеміз. Себебі біз өзіміздің жеке басымыздың мәселесіменен немесе өзіміздің отбасылық проблемаларменен біз биліктің өкілдеріне, біз еститін үкіметке жағдай айтып жатқанымыз жоқ. Біз халықтың мәселесін барынша билік өкілдеріне жеткізіп жатырмыз. Себебі біздің президент айтқандай, ашық азамат пен билік ортасындағы алтын көпір азаматтардың саны көп болу керек. Сондықтан кез келген біздің қазақстандықтар өздерінің ойын ашық айтып, ашып үйренсе, әрине біз орындалмайтын дүние жоқ, өзгермейтін мәселе жоқ. Сондықтан үлкен алпауыт жүйеге нақты соққы бермесек те, жалпы ұяты бар адамдардың бойына ұят сыйлауға, ары жоқ адамдардың ойларына абырой тілеудің орнына олар басқа нәрсені көздейтін болса, әрине өздеріне қате екені түсінікті. Сондықтан біз барша шынайы ақпараттарды жеткізуге тырысамыз. Бізді ешкім қаржыландырып жатқан жоқ, немесе бізге біреулер бағыт бағдар беріп жатқан жоқ. Сондықтан кез келген азамат ешқандай өзгерістен қорықпай, өз ойларын ашық айтуға тиіс. Сондықтан осындай азаматтар көбейген жағдайда біз мемлекеттің мемлекет болуына, үкіметтің жандануына, үкіметтің оң жұмыс жасауына ықпал ететін боламыз. Ал енді бүгін біздің көтеретініміз мінекей көзілдір көрсетеді Айдары. Біз бүгінгі жалпы айтпағымыз Қызылорда қаласы Тасбөгет елді мекені. Бұл Тасбөгет кенті құжатта әрине кент болып саналады. Жалпы біздің қалаға тиіп тұрған ең үлкен кенттің бірі. Жалпы біздің осы кезде тұрғанымыз Ғани Мұратбаев атындағы көше. Бұл Ғани Мұратбаев көшесі өздеріңізге белгілі. Ғани бабамыз әрине үлкен тұлға болып қалыптасқан, қазақтың ғанийін білмейтін адамдар кемде кем шығар. Енді біз осы Ғани Мұратбаев көшесінің аяқ жағында тұрмыз. Бұл үлкен жол болу керек, негізі адамдарға арналған. Бұл жерлердің барлығы жекешелендірілген жерлер. Өкінішке орай төменде сайда орналасқаннан кейін көптеген азаматтардың енді үй тұрғызуға мүмкін жағдайы болмай жатқан шығар. Оған да түсіністікпен қараймыз. Ең өзекті мәселе біздің қозғағымыз келіп отырған, біздің осы Ғани Мұратбаев көшесіне және де Махамбетов көшелеріне, Өткелбаев, Жангелдин, Жанкин деген көшелердің барлықтарына қиыршық тас төсеу бойынша мемлекеттен қаржы алған. Оны біздің Тасбөгет кентінің әкімі Семсер Сыздықов мырза, яғни мердігер мекемелермен келісімшарт жасасу арқылы, өздері құжаттарға қол қою арқылы осындай мемлекеттің қаражатынан, яғни халықтың ақшасынан қазынаны алып, осы жерге тас төсеуге уәде еткендей жұмыстар жүргізілуге ақшалған. Бірақ дегенмен өкінішке орай бізде бұл дүниелердің жасалып жатқан жұмыстар шикі. Мысалы, өздеріңіз мына видеодан қарап отырсаңыздар, Сапарбаев, Сәкен Сейфуллин көшелерінің жандануына, орташа жөндеу жұмыстар жүргізілуіне, асфальт төселуіне біз ел болдық, қоғам болып, сол мәселенің шешілуіне ықпал жасадық уақытысында. Қазір енді Сапарбаев көшесі мен Сәкен Сейфуллин көшесіне асфальт төселгенде қуанбаған тұрғындар болмады. Әрине барлығы қуанды, бірақ дегенмен де оның өз деңгейінде жасамағандығына әлде де халықтың реніші бар. Енді бұл жерде мынандай сұрақ туындауы мүмкін, сол жолды жасамаса да сол жол кезінде сол дүниеде қалыптасуы мүмкін ғой деген сияқты дүниелер айтылуы мүмкін. Біз ол дүниеден өтуіміз керек, біз ондай стереотипті жоюымыз керек. Себебі неге десеңіздер, біз қазір жаңа Қазақстанда жаңаша көзқараспен, жаңаша оймен, әрине біз бірден жаңарып кетеміз деген бұл сөз емес. 30 жыл бойы біздің көргеніміздің барлығы керемет, ғажап деген дүниемен қалыптастық. Ал бірақ осы күнге дейін, осы уақытқа дейін түрлі мәселелер, проблемалар болды, болмады емес. Енді кезіндегі өз деңгейінде, өзінің уақытысында жасалған жұмыстардың, өзінің уақытысында атқарылған жұмыстарды біз жоққа шығармаймыз, жасалған шығар, еңбектенген шығар. Бірақ дегенменен мынау қаңтар оқиғасы әрине барлығымыздың есімізде, бірақ оны ойлаудың өзі бізге үлкен бір трагедия. Сондықтан ол оқиға әрине бұндай жағдай болмас үшін, біз ескі Қазақстанда қалып қойған дүниелердің барлығын қазір айтқанменен де әрине өзгеріс болмайды, бірақ өткеннен біз сабақ алуымыз керек. Жаңа Қазақстанда қазіргі әлеуметтік мәселелер өте қиын, азық-түліктің бағасы қымбаттауы, сондай-ақ коммуслуга, жаңағыдай күнделікті өзіміздің тұтынатын су, ауыз су, газ, мысалы электр жарық сымдары деген сияқты
көптеген мәселелер, проблемалар жоқ емес. Бар, енді оны өз кезегімен оны айтып жатармыз. Қазіргі біздің эфирде айтатын мәселе ол нақты қазіргі асфальт жөнінде, және де осы біздің Тасбөгет кентіне бөлінген 1 миллиардқа жуық қаржы. 1 миллиардқа жуық қаржы көптеген ол ақша емес шығар, ол шенділерге, ал бірақ халық үшін ол көп ақша. Сондықтан сол ақшаны игерілуі, оны тиімді пайдалануы, оны жұмыс алуы, оның алмақтың да салмағы бар ғой. Біз енді қанша миллиард ақша алғаннан кейін біз жылда мемлекетке жаңағы аузымызды ашып, бізге тағы да миллиард ақша керек деп қарап отырмауымыз керек қой. Енді қанша жылда бір бөлінген ақшаны тиімді пайдалануымыз керек, сапалы жұмыс жүргізуіміз керек. Я мысалы Сапарбаев көшесі мен Сәкен Сейфуллиннің көшелері жасалып жатыр да, ол жұмыс, бірақ негізгі тапсырыс беруші кент әкімдігі болғаннан кейін 1 жылға, яғни кепілдік беріп отыр. Сонда ол мердігер мекемелердің, жасап жүрген азаматтардың, яғни технадзорлардың, ұтып алған мекемелердің мамандарынан сұрасақ, біз 1 жыл емес 2 жылға дейін төтеп бере алады сапасы дейді. Сонда 2 жылдан кейін ол көшеменен халық жүрмей ме сонда? Сонда біздің халық қайтпек керек. 2 жылдан кейін ол көшенің сапасы нашарлап кететін болса, ну ладно, 3 жылдан кейін, 5 жылдан кейін делік, одан кейінгі сонда біз тағы да алақан жайып үкіметке жағдай айтып, тағы да біз ақша сұрауымыз керек па? Неге біз ол ақшаларды қайта-қайта сұрай беруіміз керек? Мемлекет бізге берді ма? Мемлекеттің ақшасын резеңке қылмау керек қой. Ол мемлекеттің ақшасының барлығы әрине ол халықтың ақшасы. Ол сізбен біздің салықтан төленетін ақша ғой. Біз дивиденд туралы айтпай-ақ қояйық, Құмкөлден Қытайдың бөлінетін ақшаларына, ол бөлек тема. Сондықтан құрметті біздің облыс әкімшілігіне қатысты мамандар, сол сферада жүрген, біздің өңірде жүрген мәселелердің қанша ақша бөлініп, қандай структурасын қалай жасалып жатқандығының барлығынан хабардар атқамінерлер жақсы біледі. Және қала әкімі Асылбек Шаменов мырза, өзіңіз қарамағыңыздағы азаматтар сіздерге апарған алдарыңызға жобалардың барлығын мұқият қарайды, қадағалайды деп ойлаймыз. Енді бірақ дегенмен де біздің Тасбөгет көшелеріне төселетін қиыршық тастар әлі жоқ. Мынау Ғани көшесінің аяқ жағы. Бұл жақта ертең мына болото болады, мына жаңбыр жауған кезде жүруге мүмкін емес. Бұл жерде халыққа обал емес па? Бізде мына тағы бір нәрсе айта кету керек. Мына біздің балабақшаның ар жағындағы көшелердің барлықтарына қиыршық тас төселуі бойынша тағы да өздеріңіздің хабарламаларыңызды көрсеткенсіздер. Бірақ ол көшелердің барлығын былай қарап отырсақ, бір 10 метрге, 15 метрге бір 5-6 машинамен тас апарып көзге көрінетін қылып жасап қойған. Ал енді қиыршық тасты біздің мына әкім 3 жыл бұрынғы әкім келмей тұрған кезден бастап, Семсер Сыздық мырза келмей тұрған кезінен бастап, оның алдында Пахвадин Шамуратов деген мырза өзінің уақытысында, өзінің деңгейінде жақсы бір көрсеткішпенен көшелердің барлығына қиыршық тас төселіп жасалды. Енді біз халық күтіп отыр. Нені күтіп отыр? Сол қиыршық тастардың үстіне асфальт төселе ма деп халық күтіп отыр. Өйткені мысалы жаздың уақытысында жүрген кезде, ана көліктердің ызғытып жүрген кезде, көліктер шаңның көтеріліп, үйге келіп әсер ететіні, ол экологиялық аймақта балаларға да, үлкен адамдарға да, ересек адамдарға да зиян тиетіні айтпаса да түсінікті. Енді біз анау әлі адам бармаған, адам ол жерге әлі тұрақталмаған, біз әлі инфрақұрылымы тартылмаған жолдарға біз көрсеткендей жаңағы көшелерді мына төменде сіздерге көрсете кетейін, осы көшелерге жасалады деген, бұл көшелердің барлығына жасалған, тағы қайталап өтеміз. Енді мынау Жүнісов көшесінің ар жағынан біз жасаймыз дейді. Бұл ар жағында жаңағыдай 6-7 бір столбыларды тұрғызып қойғанда тек қана көз қылып көрсетіп қойған. Сонда бұл кімді алдау? Бұл сонда халықты алдап отыр ма? Жарайды, жақсы, біз халық онсыз алданып үйренген халықпыз ғой. Сонда үкімет басшыларын алдап отыр ма? Сонда ақша алу үшін, ақшаны әкелу үшін түрлі сонда саяси ойындардың ішінде түрлі өтірік айту деген нәрселер бар ма? Жақсы, сайқал саясаттың ояқ бұяғын айтпай-ақ қояйық. Ал енді өздеріңіз оқыған, көздеріңіз ашық, азаматсыздар ғой. Енді осы билік басындағы азаматтар. Енді сіздер өздеріңіз ойланып қараңыздар. Сосын тағы айтарымыз, осы биліктің қасында жүрген, осы биліктің орындалуы, барлық жұмыстардың барлығын қадағалауы, қарауы, неге сонда сіздер ол қылықты анықтамайсыздар, құзырлы органдар? Демек, мен сіздермен ойлаймын, бұл жерде сыбайлас. Әрине барлығы жақсы, барлығын керемет сіздер қабылдайсыздар, ал сонда қалай ол халықтың көңілі толмайды, бірақ сіздер барлығын керемет, ғажап деп сіздер қабылдай саласыздар. Бұл ойланатын нәрсе. Қазір түсінеміз, халық әрине қазір аш емес, ашықпай-ақ қойсын. Халық аш болса, ертең халық, ол сізді де бізді де тыңдамайды. Халық ол өз дегенін жасайды. Ол президент болсын, ол басқа бір адам болсын, орнынан алып тастай салады. Халықты ашуландыруды қою керек. Сондықтан біз мына жаңа Қазақстанда мына мемлекетке деген мынау халықтың көзқарасын оң
имиджде қалыптастыруымыз үшін біз сияқты азаматтармен бірлесіп жұмыс жасау керек. Мына елдің ортасында жүрген, нағыз халықтың мәселесін, проблемасын айтып жүрген азаматтармен жұмыс жасау керек. Сіздер мәселемен шешілуіне атсалысыңыздар. Жаңа бізбен жұмыс жасау керек дегенге біздің жаңағы атака жасап, бізбен айқай шу жасаудың қажеті жоқ. Сосын тағы айтып өтейін, бізге анау жалдамалы блогерлеріңізді, сосын жалдамалы тәуелсіз журналистеріңізді, сосын фейк аккаунттармен шабуыл жасауларды қойыңыздар. Біздің астымызға түрлі пікір жазыңыз. Жарайды, жақсы, жаза беріңіздер. Көп болса 100 теңгеден, 150 теңгеден, 100 мың, 150 мыңнан ақшаларын алып жатқан шығар. Бірақ дегенмен де соны жазып отырған адамдар да ойлану керек. Біз не жасап жатырық, біз не істеп жатырық, не үшін пікір жазып жатырық. Әрине, шындықты айтқан адам қашанда ол жақпайды, шындықты айтқан адамның жағдайы болмайды, шындықты айтқан адамның қашанда жолының барлығы жабылады. Өйткені себебі әрине өз қамын ойлап, өз қалтасын ойлаған азаматтар біз сияқты азаматтарға қарсы тұрып жатса, алаштың қанша зиялыларын да еске алып, қаншама зиялыларды о дүниелік болған естен шығармау керек. Сондықтан біз бүгінмен ғана өмір сүрмей, біздің ертеңгіміз қалай болады, біздің балаларымыздың өмір сүру деңгейі қалай болады, соны ойластырсақ екен. Осы нәрсені сіздерге бүгін эфирге шығып айтуға тура келіп отыр. Әрине бұл нәрселердің барлығы ашынғаннан кейін шығады, құрметті қазақ елі. Сондықтан болам деген баланың не дейді, белін бу дей ма? Сондықтан сіздерге айтарымыз тек қана алға болу үшін, жандандыру үшін біз әрине біздің қазір жалпы Қызылорданы айтатын болсақ, өндіріс ошақтары өкінішке орай аз. Дегенмен де қазақтың баласының қолынан келмейді. Жалқау деп айтатын адамдар, олардың өздері жалқау. Өздері жалқау болғаннан кейін сондай әңгімелер айтады. Сондықтан біздің елдің азаматтары қашанда алға қарай өсу керек, алға қарай ірілеу керек, ірі-ірі сөздер айту керек, ірі-ірі жерлерде жүру керек. Бір-бірімізге қолдау білдірсек, бір-бірімізге тек қана алға қарай өрлеуге, өсуге, өнуге мүмкіндік жасасақ, бізді бағындырмайтын ешқандай белес болмайды, бізді бағындырмайтын ешқандай шың болмайды. Сондықтан біз қазақ елі қашанда қолдайды деп ойлаймыз. Сондықтан негативті көзқараста жүрген азаматтар болсын, позитивті көзқараста жүрген азаматтар болсын, барлығы бір дүниеге топтасу керек. Әрине барлығы идеал болуы мүмкін емес. Оның нәрсені де біз естен шығармаймыз. Сондықтан біздің тарап негізгі бейтарап ұсынамыз, нейтральный тарап, бірақ барынша мемлекеттің жасалып жатқан дүниелерін, мемлекеттің бағдарламаларын, мемлекеттің халыққа деген мүмкіндіктерінің барлығын біз халыққа міндетті түрде жеткізетін боламыз. Өйткені халық игілігін пайдалану керек, халық өзіне игілігін алу керек, өзінің мүмкіндігін өзінің несібесіне алу керек. Ал халықтың арасындағы сапырандарын, ішіндегі өкпе ренішін, мұңын уақытылы шығарып отыру керек. Сол дүниелерді біз билік мамандарына, билік өкілдеріне біз жеткізуіміз керек. Оны еститін құлақ, еститін үкімет болса, әрине біз дегенімізше барынша әрекет етудеміз. Оны орындалып жатқан әрекеттер жоқ емес, біз жасалып жатқан дүниелердің барлығы бар, жоқ емес. Оған рахмет. Бірақ мына нәрсені естеріңізде сақтаңыздар, сіздер мемлекеттің қаражатын иеленіп, өздеріңіз жұмыс жасап отырғаннан кейін, сол нәрсеге адал болып, өздеріңіз адал жұмыс жасасаңыздар, біз сіздерге ешқандай дүние айтпаймыз. Сондықтан бізге ренжудің қажеті жоқ. Көптеген азаматтар реніштерін білдіріп жатыр. Үнемі мен барсам айтады, маған өкпелейді көп адамдар. Әкімдікке барайын, облакиматқа барайын, мәслихатқа барайын, маған ренжіп жатады да, неге сен біздің жасап жатқан жұмыстарды айтпайсың? Айтамыз, уақыт келсін айтамыз. Бірақ енді дегенмен де олар өздеріңіз үшін жасап жатқан жұмыстар емес қой, олар халық үшін жасап жатқан жұмыстар. Әрине сіздердің де жұмыстарыңызды түсінеміз, оңай емес екенін білеміз. Бірақ дегенмен де мемлекет басында отырған менеджер азаматтар шыдамды, төзімді, өзін ұстана білетін азаматтар ғана ондай орындарға, сондай қызметтерге бара алады. Сондықтан сіздердің бойларыңыздағы жауапкершіліктің барлықтарын түсінеміз, түсіністікпен қараймыз. Мен түсінгенмен басқалар түсінбеуі мүмкін. Оны да естен шығармау керек. Сондықтан мына біздің қоғам менен билік ортасындағы алтын көпірді жалғастыру, жандандыру үшін ол сізбен бізге байланысты. Назарларыңызға үлкен рахмет. Ой пікірлеріңіз болса жазыңыздар. Қандай өзгерістер жасау керек, қандай пікірлер бар, біздің жасап жатқан әрекеттеріміз дұрыс болмай жатса, сыни пікірлеріңізді бізге айтыңыздар. Біз міндетті түрде жөндейміз, дұрыстаймыз, барынша өз-өзімізді өзгертуге тырысамыз. Әрине ол халықтың өзінің сыны болған жағдайда ол мін түзелмейтіні белгілі. Сондықтан сіздер сын айтыңыздар, сын айтқаннан кейін мін әрине түзеледі. Сыни пайымдау алайық, ой пікірлеріңізді айтыңыздар. Сосын тек қана проблема мәселені айта бермей, сол проблема мен мәселені қоса шешілетін жолында айтсаңыздар, тіптен керемет болар еді. Құрметпен Жасұлан Жакупов, Жасбос арнайы көзілдірік жобасы үшін. Рахмет.